Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Кез келген дастарханға өз қолдарыңыздан жасай алатын трещинка печеньесін жасаймын. Ол үшін ыдысқа ұн саламыз. Оның үстінен сахарная пудра қосамыз. Какао қосамыз. Шым-шым тұз және қопсытқышты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді араластырып болған соң, үстінен бөлме температурасындағы сары майды қосып, барлығын жақсылап тағы да араластырамыз. Келесі 2 жұмыртқа қосамын. Қоспас бұрын осылай араластырып аламыз да, құямыз және барлығын араластырамыз. Бірден қолмен де илей беруге болады. Мен енді қасықты алып тастаймын да қолмен илеймін. Массамызды илеген кезде қолға жабыспақ болып тұрады, одан кейін қалпына келеді. Байқасаңыздар, бұл жерде оннан көрі какао мен және сахарная пудра көп, бірақ өте дәмді болып шығады. Массамыз осындай жұмсақ болады және иісі енді өте керемет, шоколадный иіс болады. Массамызды илеп болған соң, осылай пакетке салып, холодильникке немесе максимум 1,5 сағатқа қойып қоясыздар да, одан кейін 1,5 сағат ровно тұрды менде. Одан артық қоймайсыздар, осылай алып дөңгелетеміз, және де дөңгелектің формасы жаңғақтың көлемінде болу керек. Өте бұдан кішілеу болса, жаңағы трещинка печеньяңыз кішілеу болып қалады. Міне осылай сахарная пудраға аунатып қоямыз. Барлығын формасын бірдей қылып дөңгелетеміз да, осылай сахарная пудраға аунатып жасай береміз. Бір лист толып, теста қалып қойса, холодильникке салып қоямыз. Жылыны жақсы көрмейді, салқын болғаны дұрыс, және бірден алып жасай бересіз. Алдын ала жасап, формаға салып қойсаңыз, дұрыс шықпай қалады. Және алдын ала қыздырылған пеште 190 градуста 13 минут қана ұстап пісіреміз. Одан артық пісірмейміз. Ары кетсе 14 минут қана ұстаймыз. Бізде трещинка печеньеміз осылай пісіп шықты. Қазір ортасын бөліп көрсетемін. Алғашында жұмсақ болады, салқындаған соң қалпына келеді. Және дәмі шоколадты пряниктің дәміне ұқсайды екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.